Сәлем достар, сіздермен бірге пайдалы арна каналы. Бұл арнада өміріңізге кезекті пайдалы ақпараттармен бөлісемін. Міндетті түрде каналға жазылып, лайк басып комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар. Өздеріңізге белгілі, баланы балабақшаға орналастыру үшін оны біз ваучерге кезекке қоюымыз керек. Баламыз дүниеге келе сала, оны Индиго сайтында ваучерге кезекке қоямыз. Балабақшаға жасы жеткен кезде сізге ваучер автоматты түрде беріледі. Ол үшін Индиго сайтына кіреміз. Встать в очередь на ваучер деген кнопканы басамыз. Осы жерді басқаннан кейін встать в очередь деген кнопка бар. Үстідегі келісімдердің барлығына келісім беріп галочка қойып шығамыз да көк батырманы басамыз. Келесі осы жерде сіздің телефон номеріңізді сұрайды. Яғни ИГОП сайтында тіркелген телефон номеріңізді жазасыз да отправить код подтверждения дегенді басасыз. Сіздің телефоныңызда edu24.kz деген қосымша болу керек. Сол қосымшаға сізге код келеді. Келген кодты осы жердегі ұяшыққа енгіземіз. Кодты енгізгеннен кейін астыдағы продолжить деген қызыл батырманы басамыз. Егер edu24.kz сізде қосымшасы жоқ болса, оны қалай орналастыру керектігі нұсқаулық осының астында тұр. Енді екінші шарт, біз жаңағы өзіміздің ата-ананың иінін жазамыз. Егер әкесі болса әкесінікін, немесе анасы болса өзіңіздікін жазасыз. Және де запросить деген кнопканы басамыз. Запросить данные деген кезде сізге телефоныңызға SMS келеді. Яғни 1414-тен SMS келеді. Сол SMS-ке жауап береміз. Егер де келісім беретін болсаңыз, 511 дегеніміз «я» дегенді білдіреді, 512 жоқ дегенді білдіреді. 511 деп «я» деп жауап бересіз де, қайтадан жаңағы сайтқа кіріп, осы жерден запросить данные деп басамыз. Сол кезде сіздің аты жөніңіз, туған жылыңыз, айыңыз, күніңіз, барлық деректер өзі осы жерден автоматты түрде шығады. Келесі балабақшаға қоятын баланың иінін жазамыз. Және де запросить доступ деген кнопканы басамыз. Жаңағыдай SMS келеді. Сол SMS-ке 1414-тен келген SMS-ке 511 деп жауап беріп, қайтадан кіреміз де запросить данные деп қайтадан басамыз. Сол кезде баланың деректері осы жерден автоматты түрде шығады. Бұл жерде баланың деректері шыққаннан кейін системадан баланың егізі бар деген сияқты кнопка шығып тұр. Егер де егіз бала болатын болса, осы жерден добавить деген кнопканы басып, ары қарай тура жаңағыдай шарттарды орындап шығасыздар. Егер де егіз бала болатын болса, оларға басқандай кезекпен бірінші кезекте ваучер берілуі мүмкін. Балаңыздың деректері шыққаннан кейін астыға қарай түсеміз, және де осы жерде қызыл батырма бар. Яғни жалғастыру продолжить деген кнопканы басамыз. Үшінші шаг, бұл жерде очередьтің түрін таңдаймыз. Оправдывательная очередь, специальная очередь, санаторная очередь деген бар. Астыңғы жерде очередьтің түрлеріне кімнің қалай жататындығы туралы түсініктеме берілген. Мен образовательный очередь дегенді таңдаймын. Ары қарай продолжить деген қызыл батырманы басамын. Астында түсініктеме берілген, яғни сіздің балаңыз, яғни баланың жасы балабақша жасына жеткен кезде сізге автоматты түрде ваучер беріледі, және де бұл аралықта сіздің осы ваучерге өтініш берген өтінішіңіз архивқа кетіп қалмау керек. Яғни бұл өтініш міндетті түрде активный болып тұру керек. Соны арасында тексеріп тұруыңыз қажет. Ваучер берілгеннен кейін 2 күннің ішінде оны қабылдап үлгеру керек. Және де осындай льготный документтеріңіз болса, яғни жеңілдік документтеріңіз болса, оны да тіркеп қоюға болады. Себебі ваучер ашылған кезде бірінші күні ол мемлекеттік мұғалімдер мен дәрігерлердің балаларына ашылады. Екінші күні әскери адамдардың балаларына ашылады. Сол себепті, егер де осындай справкаларыңыз болса, әкесінің немесе анасының жұмыс орнынан осы жерге тіркеп қоясыздар. Одан кейін ары қарай продолжить деген кнопканы басамыз. Азғантай загрузкадан кейін баланың қандай очередьке тұратындығы туралы сізге анықтама шығады. Егер келісетін болсаңыз, онда
продолжить деген кнопканы басамыз. Ары қарай сізге қандай да бір хабарламалар келетін болса, соны қай тілде қабылдағыңыз келеді? Почтаға ма, немесе телефон нөміріне қабылдағыңыз келе ма, соны таңдайсыз. Мен SMS және почта туралы хабарлама қабылдағым келеді орыс тілінде деп бекіттім. Одан кейін осы жерден сіздің өтінішіңіздің мәтіні шығады. Барлығын міндетті түрде тексеріп оқып шығасыз да, ары қарай подать заявление дегенді басасыз. Яғни сіз мемлекеттен ваучер алуға өтініш жіберіп жатырсыз. Егер өтінішіңіз еш кедергісіз дұрыс толтырылып сайтқа отырған болса, осы жерде сіздің ваучеріңіздің регистрация өткендігі туралы осындай анықтама шығады, регистрацияға кеткендігі туралы. Және де перейти на главную деген кнопканы басып, жоғарғы оң жақ шетіндегі заявление на ваучер дегенді басып, өзіңіздің жаңағы өтінішіңіздің кеткендігі туралы анықтаманы көруге болады. Осы жерден қарасаңыз, мысалға, менің баламның туралы өтінішім жаңағы на регистрация деп тұр. Яғни менің кезекке тұру туралы өтінішім әлі тіркелген жоқ, ол тіркелу үстінде тұр. 1-2 күннен кейін қайтадан кіріп тексерсеңіз болады. Мен біраз уақыт өткеннен кейін сайтқа қайтадан кіріп тексердім. Балам ваучер күтуде. Очередьте тұр. Енді жасы 2-ге толған кезде автоматты түрде бізге мемлекеттен ваучер беріледі. Биыл жылға ваучер берілу 26 жылдың 30 маусым айында басталады. Егер ақпарат пайдалы болса, мен қуаныштымын. Арнаға міндетті түрде тіркеліп, лайк басып, комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар, достар. Назарларыңызға көп рахмет.